Тамара Қасымқызы. Кеше мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жан-жақты жоспарлап, тиянақты жасалған шаруа ерте ме, кеш пе жемісін беретіні сөзсіз. Мысалы, біз соңғы жылдары білім беру саласына баса мән беріп келеміз. Нақты шешімдер мен шаралардың арқасында мұғалімдердің мәртебесі әлдеқайда көтерілді. Қазіргі таңда осындай ауқымды жұмыстың нақты нәтижесі бар. Атап айтқанда, халықаралық PISA рейтингісі бойынша Қазақстандағы орта білімнің сапасы едәуір артты. Басқа да салаларда оң өзгеріс бар деп, алқалы жиында білім мәселесінің нәтижелеріне арнайы тоқталған болатын. Шын мәнісінде PISA 2022 жылғы халықаралық зерттеулерінің нәтижелеріне сәйкес жаратылыстану бағытында 2018 жылғы нәтижелермен салыстырғанда қазақстандық оқушылардың көрсеткіштері 26 балға жоғарылағандығын атап өткіміз келеді. Бастысы пандемияның салдарынан ОЕСР елдерінің басым көпшілігі едәуір білім сапасы бойынша ұпайларын жоғалтса, елімізде алға ілгерілеу бар екендігін, соның ішінде математикадан біз 54-ші орыннан 46-ші орынға, жаратылыстанудан 69-ші орыннан 49-ші орынға көтерілгендігімізді атап өткіміз келеді. Мұндай жақсы динамикалық көрсеткіш сөзсіз бірінші кезекте президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың білім беру саласындағы кешенді, жүйелі, ауқымды реформаларының нәтижесінде мүмкін болды. Мысалы, Қазақстан Республикасының педагог мәртебесі туралы алғаш заңы қабылданды. Ұстаздарымыздың мәртебесі заңмен бекітілді, педагогтарды артық тексерулерден, қызметіне тән емес жұмыстардан босатты. Соңғы 4 жылда педагогтардың еңбек ақысы 2 есеге арттырылды. Біліктілік санаттар үшін үстемақы 30%-дан 50%-ға дейін көтерілді. Мектеп бітіруші ең үздік түлектер педагог мамандықтарын таңдайтын болды. Бұған дейін педагог мамандығына оқуға түсудің орташа балы 55 балл болса, ал биыл орташа балл 110 балға дейін жеткендігін атап өткіміз келеді. Болашақ мұғалімдердің шәкіртақысы басқа мамандықтардан едәуір көтерілді. Мұның барлығы сөзсіз еңбек нарығындағы мұғалім мамандығына тартымдылықты арттырып келеді. Осы реформалардың, оның ішінде қала мен ауыл балаларының білім саласындағы алшақтықты азайту, оқушылар орнының тапшылығын шешу, білімнің сапасын арттыруға арналған мемлекет басшысы реформаларының жүйелі және сапалы жүзеге асырылуы Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасында да басты бағыт ретінде айқындалғандығын атап өтеміз. Оны сапалы орындау баршамыздың міндетіміз. Құрметті Тамара Қасымқызы, үкімет тарапынан бүгінде баршаға қолжетімді сапалы білім ұлттық баяндамасын әзірлеп, білім сапасын арттыруға көңіл бөлгендігіңізді құптаймыз. Қол жеткізген нәтижелер де жақсы, бірақ дегенмен мұнымен тоқтап қалмай, біз алға жылжуымыз қажеттігін ескере отырып, келесі ұсыныстарды енгіземіз. Бірінші, қол жеткізген нәтижеге және сол нәтижені арттыруға арнайы шаралар жоспары қабылданып, барлық педагогикалық қауымдастықпен талқылануы шарт. PISA зерттеулерінің нәтижелерін оқу-ағарту министрлігі толығымен талдап, сараптама нәтижесінде қатемен жұмыс әдістемелік ұсыныстары әзірленсін. Екінші, оқу сауаттылығы бойынша жалпы үкімет кітапхана, кітап оқу, оқуға құштар мектеп жобаларын кешенді негізде сапалы жүзеге асыруға мән беру қажеттігіне тағы да көңіл бөлеміз. Кітапхана жұмысының жаңа мазмұны мен кітапханашылар мәртебесін арттыру қарастырылсын. Үшінші, мұғалімдердің мәртебесін одан әрі қолдауға, одан әрі арттыруға нақты шаралар қабылдануы қажет. Педагогтардың кәсіби дамуы мен біліктілігін арттыру жүйесін жетілдіруді қолға алу кезек күттірмейтін міндет деп ойлаймыз. Төртінші, дамыған мемлекеттер өз оқу бағдарламаларының мазмұнын 4-5 жылда өзгертіп, өңдеп, жетілдіріп отырады. Білім мазмұнын қазіргі жасанды интеллект заманы талаптарына сай өзгертуге байланысты мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына өзгеріс енгізу қай деңгейде? Келесі оқу жылында өзгеріс енгізу бастала ма? Осыған нақты жауап күтеміз. Бесінші, оқушылардың оқу жетістіктерін мониторингілеуге, тәуелсіз сыртқы бағалау ретінде тиісті қаражат бөлініп, оның сапалы, әділ, ашық өтуіне министрлік нақты шаралар қабылдауы кезек күттірмейтін мәселе деп білеміз. Білім сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін құру бойынша кешенді шаралар қабылдануы шарт. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының депутаттары.